Ассалаумағалейкум. Міне біз былтыр эксперимент жасағанбыз. Мына бір ятты 100 метрге биогумус салғанбыз. Биогумуспен компост араластырып. Одан кейін биомикс бердік. Бір 2 рет па бердік биомиксті. Содан бұл күзде біз өнім ала алмадық, үсіп кетті. Суық тез түсіп кетті де. Қазіргі енді жағдайы, биылғы жағдайы. Мынау гүлдеп тұр бәрі. Уже 3-4 сердечкадан бердім. Мына жақ қатардан қарағанда, мына жақтың көбі егілді, бірақ бұлар биогумус салған жоқ болатынбыз. Ал енді айырмашылығы мынаны қараңыздар. Мынау биыл хлороспен ауырмай тұр. Хлорос деген мына сияқты міне сарғайып кетіп жатыр да. Міне поляны көрдіңіздер ме? Кішкене сарғайып тұр біраз. Ал мына қатар биогумуспен еккен қатарымыз сарғайған жоқ. Хлороспен ауырмады. Осының айырмашылығын көріп тұрмын да. И гүлдегенде мыналар бірінші гүлдеді. Түйін жақсы тастап тұр қазір. Мына жақтан қарағанда. Айырмашылығы осындай болып тұр биылға. Енді өнімін көреміз. Дәмі қандай болады, ары қарай бәрін түсіріп отырамыз. Рахмет.